Саламатсыздар ма әріптестер. Менің келесі видеом Microsoft Designer, яғни дизайн жасауға, фото жасауға және көрнекі жасауға арналған платформамен таныстыруға арналады. Бұл платформаға кіру үшін біз кез келген браузерден, яғни мен жағдайымда Яндекс браузері, немесе Google Chrome, немесе Microsoft Edge браузерлерін қолдансаңыздар болады. Браузердің іздеу жолағына Microsoft Designer I деп өстіп жазамыз. Өстіп басқан кезде Microsoft Designer осындай сілтеме шығады. Сілтемеге басамыз. Сілтемеге басқан соң бізге осындай интерфейс ашылады. Яғни бұл жерде былай айтқанда интерфейсі өте жақсы жасалған. Ең бірінші кнопка создать с помощью ИИ, яғни искусственный интеллектті қолдану арқылы біз не жасауымызға болады? Аватар, фон, коллекция картинок, эмодзи, значки, изображения, монограммы, яғни көптеген өзінің функциялары бар. Мои проекте мен жасаған жобалар ашылады, және де бізге керек батырма ол мына жерде что вы хотите спроектировать, немесе мына создать деген батырмаға бассақ болады. Бұл жерге кіру үшін бізге арнайы мынандай outlook.com деген доменмен жаңағы аккаунт керек болады. Яғни бұл аккаунтты құру бойынша жеке инструкция жіберетін боламын. Енді кірген соң біз бұл жерде не жасақ болады? Бұл жерде бізге арнайы түйінді сөздер болады. Попробуйте изображение или приглашение. Яғни біз көп жағдайда фотолар жасаймыз, өзіміздің сабағымызға керекті. Сабаққа кейде мысалы браузерлердің іздеу жолағынан бізге қажетті бір көңілімізден шығатын, сабағымызға керекті фотолар таппай қалсақ, осы жерден құрастырып алсақ болады. Бір рет басамыз, сол жерде бізге мынандай сөздер шығарады. Не жазсақ болады? Изображение, изменить изображение, значки, барлық функциялары өстіп астында тізіліп тұрады. Не жасағымыз келеді, осыны бассақ болады. Изображение деп басамыз. Одан кейін бізге осындай тағы бір бет ашылады. Создание изображения. Мына жерге біз енді барлық жасанды интеллекттерде бізде өздерінің арнайы функциялары бар. Ол жерге промпт жазуымыз керек. Яғни промпт деген термин, ол біз не жасаймыз, нені қалаймыз, қалай жасауымыз керек, біздің фото қандай болу керек, соның бәрін осы жерге айтқанда сипаттап жазуымыз керек. Мен мысалы бір фото жазайын. Нарисуй мне машину в казахском стиле. Осындай жай ғана бір мысал жасалайық. Яғни мен қазақтың стиліндегі машинаны салып беруді сұрадым. Өсіп жазамыз, одан кейін генерировать дегенге басамыз. Мына жерде 4 осындай арнайы бір фото шығады. Яғни бұл жерде жасанды интеллект ойланып жатыр деген сөз. Жасанды интеллект бізге осындай 4 нұсқадағы фотоны шығарып берді. Егер де фото сіздің қалауыңызша жасалмаған болса, онда мына жердегі описанияны қайтадан өзгерсеңіз болады. Енді бұл ұнаған фотоны, мысалы мына фотоны алайық, үстіне басамыз, үлкейтіп тағы бір көріп аламыз. Одан кейін біз оны өзгертіңіз келсе, править дегенге басасыз. Ал енді ұнаса, скачать деген батырмаға басамыз. Сонда ол біздің жаңағы компьютерімізге жүктеледі. Мына жерде үлкейтіп ашсақ болады. Міне өстіп біз Microsoft Designer платформасын, жасанды интеллект құралын қолдану арқылы осындай фотоларды жасасақ болады. Бұл жасанды интеллект бойынша айтып кететін бір жайт, бұл платформа бізге жаңағы сатып алуды ұсынбайды. Бұл айтқанда тегін деп те айтсақ болады. Бұл жерде яғни мына жеріне қарасақ, бізге күнделікті 20 кредит береді. Яғни бұл жерде кредит деген сөз, ол жасанды интеллекттің осындай өзінің арнайы ұсынатын нелер болады. Бізге
қанша генерация жасай аламыз, соның санын ұсынады. Яғни бұл жерде, бұл жасанды интеллектте біз күніне 20 кредитпен жұмыс жасай аламыз. Яғни 20 фото жасай аламыз, былай айтқанда. Қазір мен мысалы бір сурет жасадым, менің бүгінгі күнге мысалы мен 6 жасағам. Яғни 6 кредитім кетті. Мен сонда бір күнде 20 суретті генерация жасай аламын бұл платформада. Осы сияқты бұның көптеген функциялары бар. Енді бізге көбінесе керегі, мысалы значоктар керек болуы мүмкін, сабағымызға мысалы стикерлер жасауымыз мүмкін, фондар жасауымыз мүмкін. Яғни көптеген мүмкіндіктерін, открытки, приглашение, яғни осының бәрін біз болашақта өзіміздің сабақтарымызға қолдансақ болады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі видео Luma Labs платформасының жасанды интеллект құралын таныстыруға арналады. Сондықтан келесі видеомда асыға күтіңіздер.